Ассалаумағалейкум, құрметті қала тұрғындары. Бүгін Қызылорда қаласында жауын шашын, соған байланысты нелер бағдаршамда дұрыс жасамай қалып жатыр. Мынау сол жақ жағалау, ана жерде жастар орталығы, мына жерде сол жаққа қарай көпірге бұрылатын повороттар. Оң жақтағы машиналар жүре алмай жатыр. Осы оң жақтағы машина осы жерлерге 3-4 домға знак қойып қойса, парковка запрещен деген. Себебі мынандай азанда көрдіңіздер ғой. Мына машина барда ана жерге қысылып, анаған помех беріп жатыр. Қысылып. Көрдіңіздер ғой, қысылып өтіп жатыр мына жерден. Осыған жерге запрещенка берсеңіздер. Азанғы уақытта мына кісілерге мен жол бермесем, қысылып қалатын түріміз бар. 2 машина, 3 машина өте алмайды бұл жермен. Мына жерде линия бар мына жерде. Осыны қолға алса.